Өзге де ақпараттар. Қалаға қарасты ауылдық округтерде егіс алқабының көлемі 9000 гектарға жуықтайды. Биыл күріш көлемі жылдағыдан 500 гектарға төмен егіледі. Бұл туралы Ыбырай Жақаев ғылыми зерттеу институтының егіс алқабында өткен жиында айтылды. Сондай-ақ шаруалардың егін егу науқанына дайындығы пысықталды. Қарауылтөбе ауылдық округінде орналасқан Ыбырай Жақаев ғылыми зерттеу институтының егіс алқабында жұмыс ерте басталыпты. Биылғы жылы осы институтқа тиесілі 600 гектарға сыр салысын себу жоспарланса, оның 200 гектарына тұқым себіліп, суға бастырылып қойған. Ғалымдар биыл сыр сұлуы янтар айсара сортына басымдық бергенін айтады. Соның ішінде айсара сортына шаруалардан сұраныс көбейген. Айсара сорты осы жақында шыққан. Құдай қаласа биыл нарыққа шығарамыз деп отырмыз. Одан 20 гектар егіп тұрмыз қазір. Біздің местный болғасын төзімділігі мықты, суыққа да, таяз суға да төзімді, жоғары сұранысы өте жоғары. Ірі шаруашылықтар уже неғып жатыр. Ал қалаға қарасты ауылдық округтердегі егіс алқаптарында биыл 8677 гектарға ауыл шаруашылығы дақылдарын орналастыру жоспарланған. Соның ішінде күріш 3614 гектарға себіледі. Ауыл шаруашылығы саласындағы жұмыстармен танысқан қала әкімі Серік Қожаниязов ауыл тұрғындармен бірге дән себу рәсіміне қатысты. Биыл шаруалар суда аз қажет ететін дақыл түрлеріне басымдық беріп отыр. Мәселен, 2821 гектарға көкөніс, картоп, бақша дақылдары, 2113 гектарға мал азығы, 129 гектарға түрлі дәнді дақылдар егіледі. Ол үшін техника сақадай сай дизель отыны да жеткілікті дейді салаға жауаптылар. Қызылорда қаласы бойынша 27 шаруа қожалық бар. Сол шаруа қожалықтың 4 ірі шаруашылық, қалғаны майда шаруа қожалықтар. Оның барлық шаруа қожалықтар бүгінгі таңда егіс алқаптарын толық тегістеу жұмыстарын, егістеу жұмыстарын толық қазір дайын. Сонымен қатар дизель отындарына байланысты тиісті мердігерлермен келісімшартқа отырылған. Ешқандай дизель отындарына байланысты тапшылық жоқ. Сонымен қатар майда шаруа қожалықтары бірігіп, өздері сол ірі шаруа қожалықтармен бірігіп дақыл өнімдерін, жаңағы тұқымдардың барлығын қоймаға сақтап, дән себу жұмыстары толық басталып кетті. Қазіргі таңда шаруалар тіршілік нәрінен тапшылық көріп отырған жоқ. Су ротация тәртібімен кезекпен беріліп жатыр. Елдос Асан, Санжар Мансор, Еркебұлан Шәукенбаев, Қызылорда телеарнасы.